Қалайсыңдар достар? Ошым көрчү бизде бүгүн міне 2025 жылғы ең үздік құрама туралы события шығарған болатын. В общем, енді пока құрама осындай. Енді бұл ең үздік 11 ойыншыдан жасалған үздік құрама. Енді мына уровендер енді өте керемет, базар жоқ екен. Мбаппе 87, Кейн 87, Дембеле 87. Енді мына ойыншыларды алып алсаң, енді составың өте керемет болатыны мінсіз. Тіпті мынандай статистикалары өте жақсы жасалыпты, өзіме өте қатты ұнады. Бұл события енді жақын арада қосылады. Жақын арада дегенде міне уақытта да тұр, 2 күнде шығып қалады. Енді бұл жерде жазылған бойынша бұл ойыншыларды кемінде 15 агент ашқан кезде біреуі түседі деп бірдеңе деп жазылған, короче. Бірақ меніңше 15 агент тым көп сияқты. Бұл бір ойыншылар үшін қателесіп жазған шығар. Кемінде 2-3 рет ашқанда бір ойыншыны ұстап алсаң өте керемет. Енді барынша ертең жаңадан шыққан кезінде, ашылған кезінде көреміз. Пока менде осындай 6 агент бар. Енді мына события өте жақсы екен. Кемінде бір 2-3 ойыншыдай ұстап алуға қажет. Тіпті 3-4 ұстап алсаң да өте жаман емес. Енді мынандай ойыншыларды жіберіп алсаң енді өте өкінішті жағдай ғой. Шынымен де 87-ші уровенде Килиан Мбаппе енді қайтып шығар ма? Шыға ма, шықпай ма? Белгісіз. Енді бұндай уровендегі ойыншыларды қазір табу өте қиын. Тіпті мына магазинде ең үлкен уровен 86 екенін барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Енді маған мына Доннаруманың статистикасы да ұнап тұр. Өте жақсы екен. Мына Педри, Хакимилердің статистикасы да нашар емес. Ал ендеше достар, мына события ашылған кезде тағы да видео шығаратын боламын. Оған дейін осы видеоның просмотры мен лайкын көп қойсаңыздар өте жақсы болатын еді. Ендеше қош сау болыңыздар. Анық ақпараттарды осы Дремлигаға кіріп біліп алсаңыздар болады. Ендеше келесі видеода көріскенше. So relevant.